Қайырлы күн достар, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге жүзімнің пайдасы туралы айтқым келіп отыр. Жүзімде көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Әсіресе ақ жүзімде темір өте көп. Жүзімнің құрамында Е дәрумені, одан бөлек кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ А және С және В6 дәрумендері бар. Жүзімді қандай емдерге пайдаланады? Жүзім онкологиялық дерттердің алдын алады, жүрекке жақсы әсер етеді, тамырларды қатайтады. Қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды тазартып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын алады. Асқазан ішек жұмысын жақсартады, қан диабетін реттейді, астмасы бар адамдар үшін өте пайдалы. Және де жүзімді тек медицина тұрғысында ғана емес, косметология тұрғысында да қолданады. Ол адамның терісін балғындатып, жас сәби болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесін алдын алады. Яғни асқазаны жақсарады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады.